Peki suretke qaraymiz. Madina. Suretke qaraymiz. Balalar suretте qay mezgil beytilar ekan? Qiz mezgili, ya. Al aytinglarchi, qiz mezgilinde auva rayi qanday bo'ladi? Sovuq bo'ladi. Qisqa dalada ne javoadi? Qar javoadi. To'liq javob beramiz. Qar javoadi, ya. Endi qardan biz ne jasaymiz dalada? Akkala jasaymiz, fil jasaymiz. Endi men suratga qarab turibmish, balalar ne istedi? Akkala jasab qo'ydi, ya. Endi ne isteb жатыр bu yerda? O'ynayapti. Және peki, buna bala ne isteb жатыр? Шана теуіп жүр, ya. Және коньки теуіп жүр balalar. Жақсы. Қысты күні biz қалай киінеміз? Жылы киінеміз, ya. Қолымызға қолғап киеміз, басымызға не киеміз? Аяғымызға не киеміз? Етік киеміз, жылы пима киеміз, ya. Жақсы. Ал енді балалар, бүгінгі біздің өтетініміз сабақ бұл көліктер туралы. Әнеки балалар, кім біледі? Көліктер неше түрге бөлінеді? 4 түрге бөлінеді. Қандай түрлерге бөлінеді? Айзелек. Темір жол. Айзелек. Қандай? Машина, жолда жүретін көлік, және әуе көліктері. Қайталап жүрейікші, неше түрге бөлінеді? Темір жол көліктері, суда жүзетін көлік, жолда жүретін көліктер, және әуе көліктері. Жақсы. Жеке-жеке тоқталып кетсек. Бұл не? Машина. Машинаның түсі қандай? Сары түсті. Жақсы. Бұл көлік жолда жүретін көлік деп аталады, ya. Енді келесі көлік бұл кеме. Бұл қандай көлік? Суда жүзетін көлік. Жақсы. Ал бұл? Әуе көліктері. Жақсы, Аяжан. Әуе көліктері, аспанда ұшатын көліктері, ya. Ал келесі? Паровоз. Темір жол көліктері. Жақсы. Темір жол көліктері деп аталған. Өйткені олардың жолды жүретін жолдары темірден жасалған. Ал енді балалар, осы көліктерді жүргізу үшін біз қандай болуымыз керек? Үлкен, ақылды. Осы көліктерді жүргізу үшін біз арнайы білім алу керекпіз, ya. Арнайы маман иесі болу керекпіз. Ал енді суретке қараңдаршы. Бұл кім? Не істеп отыр бұл кісі? Руль. Водитель. Водительді қазақша қалай айтамыз? Жүргізуші. Бұл кісі машина жүргізетін, ya. Сондықтан осы неге жолда жүретін көліктерді жүргізетін маман иесін жүргізуші деп атаймыз. Ал келесі? Капитан. Бұл қандай көлікті жүргізеді? Суда жүзетін көлікті жүргізетін кісіні айтады, ya. Капитан деп айтамыз. Ал бұл? Әуе көліктері басқаратын кісі қалай айтамыз? Ұшқыш. Пилот деп айтамыз. Ұшқыш, пилот. Ал келесі? Паровоз. Поезд паровозды жүргізетін кісіні
Айтамыз. Кім біледі қанекей? Жоқ, капитан емес. Машинист деп айтамыз. Машинист деп айтады. Жақсы. Қанекей, енді қайталап жүрейікші бала. Жүргізуші, водитель, пилот, ұшқыш. Жақсы. Машинист деп аталады. Ал балалар, қанекей, кішкене тілімізді жаттықтырып жіберейік, иә? Қазір бірінші мен оқимын, мен мұқият тыңдайсыңдар, содан соң менімен бірге қайталайсыңдар. Жақсы ма? Ме, мынау кеме. Ақ, мынау ұшақ. Ақ, менде бар тікұшақ. Ық, жүзеді қайық. Үк, бәрінің аты көлік. Ал енді менімен бірге қайталайсыңдар. Ме, мынау кеме. Ақ, мынау ұшақ. Менде бар тікұшақ. Ық, жүзеді қайық. Үк, бәрінің аты көлік. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал сонымен осы мінекей барлық осы көліктерді жүргізу үшін біз айттық, иә, ақылды болуымыз керек, арнайы білім алып, алғаннан кейін бірақ осылай көліктерді біз жүргізе аламыз. Корабль, кеменің дыбысы екен. Ал балалар, қараңдаршы, бізге қонаққа бүгін кім келді? Капитан. Бұл кісіні капитан деп айтамыз, иә? Бұл киім киген кісі моряк деп айтылады, иә? Моряк, теңізші. Бұл қуыршақ өзінің көгілдір бұғазына жете алмай жатыр. Бізден көмек сұрап жатыр. Көмектесеміз бе, балалар? Көмектесеміз. Бізге бірнеше тапсырмалар орындау керек. Содан соң теңізші өзінің көгілдір бұғазына пароходпен жете алады, иә? Көмектесеміз бе, балалар? Иә. Ал енді бірінші тапсырмасы, бұл кім ақыл-мәтелдер біледі екен? Қанекей, Аяжан, келе қойшы. Қанекей, қандай ақыл-мәтел білесің көліктерді? Айта қойшы. Жақсы, жарайсың. Алтына келе қойшы. Жақсы, жарайсың. Ал балалар, қанекей, біз бірінші тапсырманы орындадық. Енді келесі тапсырманы орындау үшін сендерді үстел үстіне жұмыс жасауға шақырамын. Сіздер тек тұрып, қане айтын тұра ғой. Мирас тұра ғой. Тұра ғой. Кетті, қане бір-біріміздің артымызға. Мирас, жүре ғой. Қане балалар, бірінші тыңдап аламыз, отыр. Міне алдарында жатқан суреттер, сол жағында көліктер суреті, оң жағында жолдар белгіленген, иә? Заңдылық бойынша қай көлік, қай жолда жүреді? Қарындастарымызды алып белгілейміз.
Қай көлік қай жолда жүру керек? Қай жолда жүреді? Белгілейміз. Алтын. Сен машинаны қандай жолмен сәйкестендірдің? Машина қайда жүреді? Жолда жүретін көлік. Жақсы. Кеме қайда жүзеді? Суда жүзеді. Жақсы. Айзере, тікұшақты қандай суретпен белгіледің? Бұл аспан, иә? Сондықтан тікұшақ әуе көлігі. Жақсы. Аяжан, паровозды қандай жолмен белгіледің? Бұл қандай жол? Темір жол. Өйткені паровоз темір жолда жүреді. Ал машина қандай жолмен белгіледі? Тас жол, иә? Жолда жүретін көлік. Жақсы, жарайсың, Айжан. Мирас, қанекей. Кеме қай жолда жүреді? Белгілейміз, қанекей. Кеме қай жолда жүреді? Мына море, жақсы, өзенде, иә? Тікұшақ қайда? Пойыз қайда жүреді? Мирас. Темір жолда. Қане сызамыз. Бұл темір жол, иә? Жанина, темір жол. Темір жолды, неке паровозды, темір жолға созып апарасың. Темір жол. Ал кеме қайда жүзеді? Қай суретпен сәйкес? Қай суретпен сәйкес? Мұнда қарашы, қай жерде? Кеме өзенмен сәйкестендіреміз. Жақсы, жарайсың. Айлин, тікұшақты немен сәйкестендірдің? Айлин, машинаны қай жолмен сәйкестендірдің? Неге сәйкестендірдің осы суретпен? Жолмен. Неге машинаны? Өйткені машина жолда жүретін көлік. Жақсы, жарайсың. Сания, қанекей айта қойшы, кемені қандай суретпен сәйкестендірдің? Сания, кемені қандай суретпен сәйкестендірдің? Өзен, қатырақ айта қой, өйткені кеме суда жүзетін көлік. Ал машинаны қандай суретпен? Неге жолмен сәйкестендірдің машинаны? Ал балалар, қанекей, кішкене шаршап қалған шығармыз, иә? Енді қарындаштарымызды орнына саламыз. Денемізді сергітіп алу үшін сергітшасын жасауға шақырамын. Жүріңдер.
орындадық, иә? Енді мінекей тапсырманы орындағаннан кейін біз мінекей көгілдір бұғазына жеттік. Солай ма? Енді суретке қараңдаршы балалар. Суретте не бейнеленген? Иә, өзенде балалар шомылып жүр, иә? Мінекей көгілдір бұғаз, пароходқа біздің мінекей теңізшіміз жетті, иә? Біз көмектестік, біздің көмегіміз тиді. Ал енді барлық қараңдаршы, өзенде балалар шомылып жүр, иә? Енді өзенде түсу қауіпсіздік ережелерін кім біледі? Не істеуге болады, не істеуге болмайды? Жақсы. Өзенде түскен кезде алысқа жүзуге бола ма? Жоқ. Алысқа жүзуге болмайды. Ата-аналарымыздан алыс кетуге бола ма? Жоқ. Болмайды. Өзенге қоқыс тастауға бола ма? Жоқ. Тастауға болмайды. Қоқыс тастасақ не болады? Өзеніміз не болады? Қандай болады? Кір болады, иә? Қоқыстар тастауға болмайды. Жақсы балалар. Ал енді күннің астында бас киімсіз жүруге болмайды. Жазды күні, иә? Басымға күн өтеді. Және тағы суретте қараңдаршы, балалар не істеп отыр мына жерде? Ойнап отыр. Немен ойнап отыр? Немен ойнап отыр? Песок, құммен ойнап отыр, иә? Жақсы, жарайсыңдар. Ал балалар, мінекей біз теңізші қуыршаққа біз көмегімізді тигіздік. Берген тапсырмаларын жақсылап орындады. Енді теңізшімен қоштасуымыз керек. Сау болыңыз деп айтамыз, қанекей балалар? Сау болыңыз деп айтамыз. Қуыршағымыз пароходпен көгілдір бұғазына оралды. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта өткеніміз біз көліктер туралы өттік, иә? Қане тағы қайталыңызшы, көліктер неше түрге бөлінеді деді? 4 түрге. Қандай түрлерге бөлінеді? Ал балалар, бүгінгі біздің өткен сабағымыз не туралы өттік біз? Машина. Көліктер жайында өттік, иә? Ал қанекей, көліктер неше түрге бөлінеді деді? 4 түрге. Қане қайталыңызшы, Аяжан? Жолда жүретін көліктер. Айзере, қандай көліктер? Суда жүзетін көліктер. Алдың айтыңызшы, қандай көлік? Аяжан, айтыңызшы? Темір жол көліктер және әуе көліктер. Жақсы, жарайсыздар. Ал балалар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Ұнады. Жақсы, жарайсыздар. Бүгін қонаққа бізге кім келді? Қуыршақ капитан, иә? Теңізші деп айтамыз. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал көңіл күйлерің қандай сіздердің? Жақсы, жарайсың.